Assalamu alaikum, qadrmenді халайық. Бізден кейбір адамдар әйеліне, сүйіктісіне жаным деп айтуға бола ма, болмай ма деп сұрап жатыр. Оның себебі кейбір адамдардың әлеуметтік желілерде Алла тағаланың яғни біздер адамды жаратардан алдын жындардың атасы іблісті оттың ызғарынан, оттың ұшқындан жараттық деген аяты дейді. Ағайындар, білесіздер ме? Бұл өте қате, өте дұрыс емес пікір. Бұл ислам шариғатындағы білімсіз, білімі жоқ адамның пікірі. Неге? Өйткені жан деген сөз, қазақтың жан деген сөзі, бұл арабтың жан деген сөзінен шығып жатқан жоқ. Кейбір сөздер болады араб тілінен алынған, кейбір сөздер болады парсы тілінен алынған, кейбір сөздер болады қазақтың өзінің түп тілі, түп сөзі. Бұл жан деген сөз біздің қазақтың қолданыстағы олардың сөзіне шығып жатқан жоқ. Керісінше, бұл рух деген мағынада, жаным, рухым деген мағынада қолданылатын сөз болып табылады. Мәселен, жаны шығып кетті дейді, сонда жыны шығып кетті, іблісі шығып кетті деген мағынада бола ма? Яки болмаса, әзірейіл келіп жанын алды дейді. Сонда әзірейіл келіп іблісін алды деген мағынада бола ма? Білімсіздің сөзі субханалла. Бұлай білімсіздікпен елді адастырмауға шақырамын. Әйеліңізге, сүйіктіңізге, жарыңызға жаным деп айтсаңыз, ешбір оқасы жоқ. Алла амандық берсін.